айтыс мәселесі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осы біздің Алматы қаласы бойынша қыркүйектің басынан бастап бүкіл оқу орындарында айтыс мәселесі қозғалып, үлкен іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бұндағы негізгі мақсат айтысты насихаттау. Осы жалпы айтыс туралы, айтыстың тақырыбы туралы, айтыстың берері туралы бүгін біраз ой тарқатсақ. Қалай ойлайсыңдар, жалпы өзі айтыс дегеніміз не? Айтыс сөз барымтасы деп Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, айтыс қазақ халқының мол мұрасы болып табылады. Айтыс сөзі айтысу, жарысу, тартысу сөзінен алынған деп айтуға болады. Тағы кім қалай ойлайды? Айтыс дегеніміз жарыс. Қазір тілмен айтқанда дебат деп ойлаймын. Жақсы. Жалпы дебат расында да соған келеді балалар, иә? Жалпы айтысты бәріміз көреміз, иә? Бәріміз тыңдап жүрміз. Осы қазіргі кезде қандай мәселелерді қозғайды деп ойлайсыздар? Кім тыңдап жүр, не айта аласыздар? Қоғамдағы барлық мәселелерді қозғайды. Барлық мәселелерді қозғайды, расында да бүкіл мәселені айтыс қозғайды екен. Жақсы, жалпы айтыстың бізге берері бар ма? Қандай тәрбиелік мәні бар деп ойлайсыңдар? Жалпы айтыс жастарды отанды сүюге, үлкенді құрметтеуге, тілді дәріптеуге үйретеді деп ойлаймын. Тағы да кім қалай ойлайсыздар? Тарихымызды, әдебиетімізді, үлкенді құрметтеуге және салт-дәстүрімізді ұмытпауға үйретеді. Жақсы. Бір сөзбен айтқанда, жалпы мәдениетке үйретеді. Өте жақсы. Пікірлеріңіз өте құнды, керемет екен. Ал егер өздерің айтыскер ақын болсаңдар, қандай тақырыпты қозғар едіңдер? Мен тәуелсіздік тақырыбын қозғар едім. Себебі тәуелсіздік бізге ата әжелеріміздің қанымен, жанымен келді. Біз тәуелсіздікті қашан да қозғасақ та, ол өз мәнін жоғалтпайды деп ойлаймын. Жақсы. Ал мен медицина жағын қозғаушы едім. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда медицина жағы ақсап келе жатыр. Ал Бексұлтан, не айтар едің сен? Мен тіл мәселесін қозғар едім. Өзге тілдің бәрін өз тіліңді құрметте демекшідей. Қазіргі таңда ақсаңдап бара жатқан қазақ тілі деп ойлаймын. Жақсы, иә. Бексұлтан, жақсы құнды ойлар айттың. Ал Мерей, сен не ойлайсың? Егер мен айтыскер болатын болсам, бар ақындығым мен шешендігімді қосып, жер мәселесін қозғар едім. Жер мәселесі қазір өзекті мәселелердің бірі. Жерді басқа ұлт елдерге сату, өзімізді сатумен тең болады. Бұл жер Қазақстанымыз ата-бабадан қалған мұра. Жер сату бізді өзімізді сатумен тең деп ойлаймын. Өте жақсы, қандай керемет айтылған ол. Ал Сұлтан, сен не айтасың? Мен Бексұлтанмен толықтай келісемін. Өйткені қазіргі жастар бәрі өзге тілді біліп, ана тілін білмейді. Кейбірлері ұмытып қалғандар. Менің ойымша ана тілді біліп жүру керек. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз өзі айтыс қасиетті өнер. Осы жөнінде өзіміздің ойымызды қорытындылайық, жалпы. Айтыс бұл шындықтың шымылдығы. Айтыс ақиқаттың ақтуы деп ойлаймын. Бұл айтыс ата-бабаларымыздан келе жатқан өнер. Бұл өнерді ары қарай жалғастыру әр қазақ азаматының парызы. Айтыс құдіретті өнер. Өйткені қазақтай бірде-бір халық айтыса алмайды. Менің ойымша, айтыс қазақтың төл өнері. Себебі айтыссыз қазақты қазақ деп айту мүмкін емес. Сондықтан да балалар, осы айтысымызды әрі қарай көркейтіп, ұлғайту біздің міндетіміз.